Бәріңізге сәлем, менің дәмді каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен айранмен жасалынатын панкейки рецептімен бөліскім келеді. Біздің үйдің балалары сүйіп жейтін тәттілердің бірі. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен шамалы тұз қосамыз, жарты қасық, және де 3 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еру керек. Және де үстінен ванильный сахар қосуға болады. Бұл өзіңіздің қалауыңызша. Болмаса қоспай-ақ қойсаңыз да болады, міндетті емес. Енді осы массамыздың үстінен айранды қосамыз. Содан соң үстінен күнбағыс майын қосып, араластырамыз. Енді осы массамыздың үстінен соданы қосып, айран мен екеуі реакцияға түскенін күтеміз. Осылай араластырамыз да. Енді міне шамалы қоя тұрамыз. Реакцияға түскеннен кейін ұнды аз-аздап осы массамыздың үстінен қосамыз. Және де араластырамыз. Бірден емес, аз-аздап қосып, осындай бізде осындай масса болады, осындай сұйықтығы осындай. Енді қызып тұрған құрғақ табаға панкейктерімізді осылай ожаудың көмегімен құйып, бетіндегі көпіршіктер шыққанша аударамыз. Көпіршіктер шыққаннан кейін осылай аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Барлық дайын массамызды осылай жасап шығамыз. Және де екі жағына аударып, міне екіншісінде осылай құямыз. Қасықтың көмегімен немесе ожаудың көмегімен осылай құюға болады. Және де панкейктерді пісіргенде алысқа кетпейміз, өйткені панкейктер өте жылдам піседі. Аударып үлгеріп тұру керек. Осылай. Панкейктер осы рецептпен өте дәмді, ерекше жұмсақ болып, және де нәзік, өте сондай жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бұл панкейктерді балмен, вареньемен, және де сгущенкамен немесе қаймақпен жеуге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналым пайдалы болса, тіркеліп алыңыз.